Сәлем достар, пияздың қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Біз сіздердің назарларыңызға пияз қабығы арқылы алдын алуға болатын бір топ ауру тізімін ұсынамыз. Тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық буымен демалыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз. Және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішердің жарты сағат бұрын 4-тен 1 стақанын тұтыныңыз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стақан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мг-нан 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мг қайнаған су құйып, 7 күн күтініңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшыдан ішіңіз. Мынадай тәсіл түрлері де бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мг қайнаған су құйып, ыстық су құйып, 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 4-тен 1 стақанын 7-10 күн ішіңіз. Бір апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Денсаулық ең басты байлық екенін естен шығармайық, достар.